Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қара өріктен жасалатын дәмді пирог әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен пирогтың қамырын әзірлейміз. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майға қаймақты қосамыз. Кейін үстіне қант пен жұмыртқамызды салып, массамызды миксерлейміз. Сұйық массамызға електен өткізілген ұн мен қопсытқышты қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды тоңазғышқа 1 сағатқа қоямыз. Енді салмасын әзірлейміз. Ол үшін алдын ала жуылған қара өрікті еттартқыштан өткіземіз. Үстіне қалауыңыздағы орехті қосуға болады. Мен грецкий орехи мен арахисті қостым. Барлығын тартып болған соң, үстіне қант пен жылы су құямыз. Массамызды отқа қойып, әбден қанты ерігенше араластырамыз. Шамамен бұл процеске 5-10 минут қажет. Уақыт өткен соң тоңазғыштан қамырымызды аламыз. Бірнеше бөліктерге бөліп, видеода көрсетілгендей етіп жаямыз. Жайып болған соң, пирог пісіретін ыдыстың астыңғы бөлігіне төсейміз. Енді салмасын саламыз. Салмасын салған соң, осы пирогтың бетіне төсейтін қамырды жаямыз. Шеттерін бекітіп, үстіне жұмыртқаның сары уызын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Осымен қара өріктен дайындалатын пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, қолдау көрсетіп, каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше.